2026 жылғы өңірлік тамыз конференцияларында жиі көтерілген негізгі ұғымдардың бірі адами капиталды дамыту. Тамыз конференциясында көтерілген мәселелердің барлығы түптеп келгенде бір мақсатқа, білім сапасын арттыруға бағытталған. Жиын аясында жаңа оқу жылына дайындық барысы, білім сапасын арттыру, педагогтардың кәсіби дамуы және заманауи білім беру тәсілдерін енгізу мәселелері қозғалды. Қаламызда 35 колледж бар, 12 мемлекеттік, 23 жекеменшік колледждер бар. Бүгін конференция аясына енді біз жаңағы білім басқармасының басшылығы, сонымен қатар Атамекен кәсіпкерлер палатасы, сонымен бірге талап коммерциялық емес ұйымның педагогтерді дамыту бөлімінің басшысы, сонымен қатар полиция департаментінен және осы биыл өздеріңізге белгілі жасанды интеллект жылы, соған байланысты қазір бізде өзіміздің өндірістік оқыту шеберіміз жаңағы энергетика колледжінің мұғалімі, сол кісі қазір мастер-класс өткізетін болады. Осындай қонақтарымызбен қазір үлкен көлемде не жүріп жатыр, тамыз кеңесі өтіп жатыр. Биыл Шымкент қаласында 319 педагог талап коммерциялық емес акционерлік қоғамының біліктілікті арттыру курсынан өтеді. Осы сонымен қатар ChatGPT еду жобасы бойынша 520 педагог Шымкент қаласындағы колледждерден жаңағы біліктілігін арттыру курсынан өтті. Мысалы, бүгін біз кәсіпкерлік палатаның жұмысын және де талап акционерлік емес қоғамының төрағасының баяндамасы өте жақсы, біздерге жақсы жұмыс істеуге мүмкіндік көздерін көрсетіп берді. Жалпы біздер техникалық және кәсіптік білім беру саласына өте жақсы көңіл бөлінген. Біздер әлеуметтік серіктестермен тығыз байланысты жұмыс жасаймыз. Студенттер біздің производствода оқу бағдарламасында негізі біз білім беруді 40 пен 60% арасында студенттерді дуальды оқытуға тартылған. Бізде колледжде барлық студенттер дуальды оқытумен қамтылған. Өзгерістер дәуіріндегі білім беру саласы, оқытушылар қауымы әсіресе еңбек нарығының сұранысына бейімдеу, студенттердің құзыреттілігін арттыру, педагогтардың кәсіби әлеуетін дамыту және жұмысшы мамандықтардың беделін көтеру мәселелеріне басымдық берді. Бүгінде Жол-көлік колледжіне 2000-нан аса студент қабылданған. Олардың сапалы білім алуына барлық мүмкіндік қарастырылған, дейді оқу орда басшысы. Біздің мамандар, біздің балдар түлектер Кореяда да білім алуға жағдай жасалған. Одан бөлек біздің колледжіміз 55 жылдық тарихы бар. Осы Шымкент қаласындағы транспорт саласында, көлік саласында ойып алатын орны бар колледждердің бірі. Бесіктегі осы колледждегі өзіміз қалатын болсақ, балдарды тәрбиелеп, мықты маман қылу үшін мықты педагог керек. Қазіргі уақытта талаптан басқа да неден біздің мұғалімдеріміз өздерінің біліктіліктерін арттыруда, сол біліп келген нелерін өзіміздің шәкірттерге тәрбиелеп жатыр. Және цифрлық, өздеріңіз білесіздер, президенттің жолдауында да осы жасанды интеллекті қолдану, цифровизацияны бағыттарын дамыту керек дейді. Неге? Себебі жаһан, әлем сол бағытта кетіп бара жатыр. Даму үстіндеміз. Осыдан 10 жыл бұрынғы, мысалы, автомобильді алатын болсақ, қазіргі автомобильмен екеуін салыстыруға болмайды. Бүгінгі басқосудың басты мәні тәжірибе алмасуған емес, техникалық және кәсіптік білім берудің болашағын бірге талқылау. Себебі білікті маман даярлау елдің адами капиталын күшейтудің маңызды тетігі. Қарлығаш Байгөбек, Руслан Насиров, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтар қызметі.